Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы жайлы не білесің? Қай жүз Ресейге қосылуды шешті? Әбілқайыр ханның елшілігі Петербургке қашан жетті? Ресей әкімшілігі кіші жүз жөнінде қандай үкім шығарды? Кіші жүздің Ресейге қосылуының салдары қандай болды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы жайлы не білесің? 18 ғасырдың басында қалыптасқан саяси жағдай қазақ жерін қыспақта ұстады. Қазақ басшылары қалыптасқан жағдайдан шығудың басты жолы Ресей бодандығын қабылдау деп шешті. Осы маңызды шешім қазақ халқының алдағы тағдырына тікелей қатысты болды. Қай жүз бірінші болып Ресейге қосылуды шешті? Осы тарихи кезеңде кіші жүздің ханы Әбілқайыр басты рөл атқарды. Кіші жүз ақсүйектері ханға Ресеймен тек әскери одақ құруды ұсынды. Алайда Әбілқайыр кіші жүзді Ресей құрамына қабылдау туралы өтініш хат жазып, елшілік аттандыруды ойластырды. Әбілқайыр хан жіберген елшілік Петербургке қашан жетті? 1730 жылдың 8 қыркүйегінде Сейітқұл Қойдағұлұлы мен Құтылымбет Қоштайұлы бастаған қазақ елшілері Петербургке келіп, Анна Иоановна патшайымға Әбілқайыр ханның хатын табыстайды. Хатта «Мен, Әбілқайыр хан, өзіме қарайтын кіші жүзбен орта жүздің атынан бәріміз сізге құрмет көрсетеміз. Сіздің тарапыңыздан қамқоршылықты сұраймыз» делінген болатын. Әбілқайыр өз хатында қазақтар мен башқұрттардың арасындағы асқынған қарым-қатынастарға тоқталады. Хан кіші жүздің Ресейге қосылуы арқылы осы мәселені реттеуді де ойлайды. Қазақ басшылығының Ресейдің бодандығына өтудегі басты мақсаты жоңғарлармен күресте қолдау табу, орыс-қазақ сауда қарым-қатынасын дамыту, башқұрттар мен қалмақтардың тарапынан жасалатын шабуылдарға тойтарыс беру болды. Әбілқайыр өзінің бодандық туралы ұсынысымен Ресейге мұсылмандық шығысқа жол ашты. Әбілқайырдың Ресейге қосылу туралы шешімінің басты мақсаты ішкі алауыздықты тоқтатып, сырттан қауіп төндірген жауларға тойтарыс беру еді. Алайда қазақтың басқа хандары Әбілқайырдың Ресеймен бірігіп, үлкен күшке ие болуынан қауіптенді. Оның Ресей көмегіне сүйеніп, бүкіл қазақ ұлтына әмір жүргіземін деген үміті ақталмады. Ресей әкімшілігі кіші жүз жөнінде қандай үкім шығарды? 1731 жылдың 19 ақпанында Ресей патшайымы Анна Иоановна кіші жүз ханының өз еркімен Ресейдің қарамағына өтуі туралы құжатқа қол қойды. 1731 жылы 30 сәуірде Тевкелевтің басшылығымен арнайы елшілік кіші жүзге жіберілді. Тевкелевтің миссиясы бұрыннан қалыптасқан қазақ-орыс қарым-қатынасын заңдастыру болды. Бұл Ресей тарихындағы ең басты дипломатиялық қадамның бірі болды. Кіші жүздің Ресейге қосылуында Бөкенбай батырдың да орны ерекше болды. Ол Ресей бодандығын қабылдай отырып, бұл қадамның аталған кезең үшін маңызын түсінді. Ресейге бодан болу туралы ант қабылдау барысында Әбілқайыр өз ұлы Ералыны аманатқа Ресейге қалдырды. Кіші жүздің Ресейге қосылуының салдары қандай болды? Ресейге қосылудағы басты нәтиже Еділ қалмақтары мен башқұрттар тарапынан қазақтарға қысым жасау тоқтатылды. Алайда Ресей империясы өзінің басты мақсатына жету үшін қазақ хандығының территориясына ене бастады.